Саламатсыздар ма балалар? Қазақстан тарихы бойынша Қазақстанда кеңестік биліктің орнау бөліміндегі Қазақстан азаматтық қарсылас жылдарындағы тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі тақырыпта 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси үдерістерге баға береміз. Қазақстанның қандай өңірлерінде және неліктен кеңес өкіметінің ертерек жеңіске жеткенін, кеңес өкіметінің қай жерде бейбіт жолмен, қай жерде қарулы күрес жолмен орнаған жайында, және де туған өлкеміз жайында Қызылордада Ақмешіт, Перовск бекіністерінің салынуы мен сәулет ғимараттарының салыну туралы мәлімет алатын боламыз. Суреттер сөйледі әдісіндегі берілген сұрақтарға жауап берсек, бұл оқиға қай кезеңге жатады? Қандай тарихи оқиға баяндалады? Бұл оқиға неліктен туындады? 1917 жылы 25-26 қазанда Петроград қаласында қарулы көтерілістер болып, өкімет билігі, жұмысшы және солдат депутаттарының кеңесі өтті. 25-нен 26-сына қазанға қараған түні сарай кеңесіне бағынып, уақытша үкімет мүшелері тұтқындалды. 1917 жылы 25 қазан күні қарулы төңкеріс жасалып, әскери революциялық комитет уақытша үкіметі құлатылғаны жарияланды. Осы кезде Владимир Ильич Ленин басқарған халықты комиссаттар кеңесі берілді. Кеңестің екінші бүкілресейлік съезд Ленин даярлаған екі негізгі декрет қабылданды. Оның бірі бітім туралы декрет. Барлық соғысушы халықтар мен олардың үкіметтерінің әділеттік демократиялық бітім жасау жөніндегі келіссөздер бастау ұсынылса, екінші жер туралы декрет. Жерге жеке меншік жойылып, бүкіл жер жергілікті кеңестердің қарамағына берілетіні заңдастырылды. Кеңес үкіметінің кезінде Қазақстанда құрылудың екі жолы өтті. Оның бірі бейбіт жолмен, өнеркәсіп орталықтары мен темір жолға жақын жұмысшылар, басым оңтүстік және солтүстік аймақтары Перовск, Әулиеата, Петропавл, Қостанай, Ақмола, Ақтөбе, Ырғыз, Торғай аймақтары қамтылса, бейбіт жолмен орнау, қарулы қақтығыспен Сібір, Орал, Жетісу аймақтары мен офицер кулактар біріккен контрреволюциялық күштер басым аудандарға Ташкент, Орал, Орынбор, Семей, Өскемен, Қарқаралы, Зайсан, Верный аймақтары қамтылды. 1917 жылы 30 қазанда кеңестер өкіметі билігін өз қолына алған ең бірінші қала бұл Перовск болды. Ақпан революциясы кезінде ақпан төңкерісімен салыстырғанда бұл оқиғаны қазақ халқы үлкен құлшыныспен қарсы алмады. Себебі большевиктер билікке келгеннен кейін қоғам үкіметінің жақтастары мен қарсыластарына бөлінді. Осылайша Қазақстандағы кеңес үкіметінің орнауы негізінен қалалар мен ірі елді мекендерде 1917 жылдың қазан айының соңынан 1918 жылдың наурыз айына дейін созылған. Кейіннен елде азамат соғыс басталды. Енді туған өлкеміздің тарихына шолу жасайтын болсақ, Ақмешіт, Перовск қалалары бұған салынған бекіністер жайында. Мына жерде суретте көріп отырғанымыздай Ақмешіттің бекінісінің суреті берілген. Бұл бекіністің жан-жағын, төрт жағын бірдей ор қазып, жан-жағын сумен көмкерген. Ақмешіт бекінісі шамамен 1817 жылы Сырдария өзенінің сол жағалауында салынған. Бұл бекіністің қабырғасының ұзындығы тісті қорғаныштар, әр бұрышта және сыртқы беттің ортасында зеңбіректер орналастырған дөңгелек мұнаралар бар. Қоқан хандығы Ақмешіт бекінісінің бірте-бірте сауда керуен жолдарының үстіндегі аса ірі әскери нысандардың біріне айналдырып, бұл жерде Ташкент, Бұхара, Хиуа, Троицк, Атбасарға, Батыс Сібір қалаларына өтетін көпестердің керуендерін бақылап отырды. Бір күндері осы қоқандықтар жергілікті халықтарға, көшіп қонып жүрген қазақтарға алым салықты, яғни әр отбасына жылына 6 қой, 24 қап көмір, 4 арба сексеуіл салық салуын талап етті. Бұған
шамасы келмеген халықтар қоқандықтар арасындағы көтеріліс басталып кетеді. Орынбор генерал-губернаторы Перовский Ақмешітті қалай басып алу туралы тапсырма береді. Осылайша 1825 жылы 18 шілдеде топограф Головтың 80 басқаруымен Ақмешіт бекінісіне шабуыл жасайды. Бұл шабуыл сәтсіз аяқталады. Кейін 1853 жылы 22 сәуірде 3000 әскерімен Перовский осы жерге қайта шабуыл жасайды. Нәтижесінде жергілікті қазақтардың көмектесуінің арқасында қоқандықтарды жеңіп, 1853 жылы 30 қарашада Ақмешіт қамалын шабуыл жасап, басып алғаны үшін Перовскийге алғыс хат тапсырылады. Кейін Ақмешіт қамалы Перовск қамалы болып өзгертіледі. Міне өзгертілгеннен кейін Перовский бұрынғы өзінің Орынбор генерал-губернаторы болып тұрған кездегі салынған Орынбор құрылыстарына өте ұқсас болып келеді. Құрылыс кезінде бірдей материалдарды қолданады. Міне осының салдарынан бүгінгі Қызылордада 2 ғасырлық тарихының куәсі ескі ғимараттар, Айтбай мешіті, православ шіркеуі, солдаттар казармасы және қалалық училище салынған. Құдай ана иконасының әуелі Қазан ғибадатханасының мешіті сәулет ескерткішінің шіркеудің биіктігі 18 метрге, мұнда 9 қоңырау болған. Еліміздегі осы үлгімен салынған жалғыз құрылыс, мұндай шіркеу Ташкент пен Астраханда ғана бар. Едені Мәскеу Кремліндегідей шөгген плиталар төселген. Шіркеуде 250-300 адам еркін мәжіліс жасай алады. Тарихи өткен ғасырлардың қойнауында жетелейтін ескі ескерткіштің тағы бірі Айтбай мешіті. Тарихшылардың айтуынша, мешіт 1878 жылы Айтбай қажының өз қаражатына әулиеата шеберлері Ысқақ пен Камал салынған делінген. Биіктігі 14 метр, күйдірілген қырқышпен өрнектелген, төбесі қаңылтырмен жабылған. Өлкетанушылар әсіресе мешіт ішінде құдықтың құпиясын қызықтырады. Бір деректерде бұл құдықтың Қызылорданың жаздағы аптап ыстығынан қорғану үшін салын десе, ал енді бір деректерде құдықтың артында жер асты жолы бар екен дейді. Ол жер шіркеу мен казармаға апарады. Жер асты жолымен байкөпестер, шенді офицерлер жүргізілген. Тарихи деректерден тағы бір парсы жер асты жолын генерал-губернатор Перовскийдің есімімен байланыстырады. Қазіргі көркем сурет галереясы орналасқан бұрынғы облыстық әскери комиссариаттың ғимараты 19 ғасырдың аяғында, яғни 1896 жылы Орынбор әскери генерал-губернаторға тапсырысымен әскери казарма ретінде сәулет үлгісінде салынған. Алғаш іргесі 19 ғасырда қаланып, бірінші қыздар училище, кейіннен Перовск училищесіз болған, қазіргі ескі базар маңында Алясат сауда үйі 1878 жылдары әскерлердің балалары арналған училище болып салынған. Шіркеу жанындағы барақтарды офицерлер мен солдаттардың отбасы тұрақтанған. Оқуға жақын жерге, яғни шіркеуге қарама-қарсы орналасқан. Бұл училищеде 1925-29 жылдары Қызылордада ел астанасы атанған жылдары баспахана орналасқан. Тарихи нысан 1878 жылы инженер генерал бюроның жобасы негізіне салынған екен. 1925-29 жылдары баспахана болып жұмыс жасап тұрған кезде Еңбекші қазақ, Советский степи секілді республикалық газеттер осында басылып, еліміздің әр өңіріне таратылып тұрған. 1973 жылдарға дейін облысы кітапхана, тігін тоқыма фабрикасы орналасқан. 1899-1902 жылдары Перовск училищесі болып тұрған кезде Алаш қайраткері Мұстафа Шоқай да осында білім алған. Осылайша бүгінгі алған білімдерді бекіту мақсатында бірінші тапсырма әзірленді. Соның бірі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кеңес ұрандары қандай әлеуметтік топтарға және таптарға қажет және тиімді болған анықтаңыздар. Жақсы, енді тапсырмамызды тексеріп көрелік. Жер шаруаларға, өнеркәсіп жұмыстарға, шаруаларға, яғни себебі жер табыс көзі болған, жұмысшыларға, завод, фабрика, олардың жұмыс орны әрі табыс көзі болған, халықаралық бейбітшілік ұранында
Дүниежүзілік соғыстардың ауыртпалығы қарапайым халыққа түсті, себебі халық соғысты тоқтатып бейбітшілікте қалады. Ұлттар арасында теңдік ұраны қазақ жеріне қоныстанған шаруаларға көптеген артықшылықтар беріп отырған, себебі құнарлы жер, салықтан босату, қосымша ақы төленген. 8 сағаттық жұмыс күні жұмысшылар 1812-14 сағат жұмыс істеген және ауыр жұмыс үшін өте аз жалақы алған, сондықтан олар үшін жұмыс уақытын қысқарту маңызды болды. Барлық билік кеңестерге деген ұранда кеңес билігі халық көптеген уәделер берді, халық сеніміне ие болды. Өткен тарихта халық бұндай қолдауды көрмегендіктен бұқараның басым бөлігі кеңестердің билігінде қалды. Келесі тапсырма кеңес өкіметі орнатылған өңірлердің қандай жолмен алынғандығын көрсетіңіз. Жақсы, бұл тапсырмамда дұрыс-бұрыстығын тексерейік. Бейбіт жолмен Әулиеата, Бөкей Ордасы, Перовск, Петропавл және Ташкент қалалары орналасса, Қостанай, Орал, Орынбор және Семей қалаларында қарулы күрес жолмен орналасқан екен. Тамаша. Ал балалар, енді өз қаламыздың тарихына назар салайық. Үшінші тапсырмада Қызылорда облысы өлкетану тарихының қазіргісі мен бұрынғысын салыстырыңыздар. Жақсы, Қызылорда облысы өлкетану тарихының қазіргісі мен бұрынғысын салыстыратын болсақ, бірінші ғимарат бұл Перовск училище көшесінде салынған, қазіргі таңда Аясат сауда үйі. Келесі әскери казарма Тоқтабаев көшесінің бойында орналасқан, қала құрылыс және сәулет ғимараты қазіргі таңда. Үшінші Айтбай мешіті Сәтбаев көшесінің бойында, бұнда 500-ден адамға арналған тарихи мешіт. Төртінші Әулие Қазан ғибадатханасы Журба көшесінің бойында, қаланың барлық православ тұрғындарына арналған рухани орталық, яғни қорғалу деңгейі республикалық маңызы бар ғибадаттың бірі болып табылады. Жақсы балалар, енді сабағымызда кері байланыс жасайық. Рефлексия пирамидасы әдісімен. Үйге тапсырма. 50-70 сөзден тұратын Қазан революциясының ұрандары халық арасына қандай үміт тудырғаны туралы қосымша ақпарат материалдарымен танысып, мақала жазыңыздар. Бүгінгі сабақта қызықты да мазмұнды мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.